Менің анам кеткеннен кейін әкем үйге әпкесі мен оның қызын алып келді. Басында бәрі жақсы болатын, бірақ әкем ұшақ апатына ұшырағаннан кейін бәрі өзгерді. Ол үйге қайтып келмеді. Содан бері маған тәтем қарап келеді. Үйдің бәрі соған қалды. Бәріне сәлем. Менің атым Аяжан. Жасым 17-те, бірақ жақында 18-ге толамын. Бұл мен үшін жай ғана күн болады. Жалпы айтайын дегенім, Аяжан, тез мұнда кел. Нағда шақырып жатыр. Я, патшайым, не болды? Так, ойнама. Мен боянып болғанша, сен менің мектеп киімімді алда үтіктей берші, шкафта тұр. Мен сол үшін шақырдым ба? Енді не істеймін? Айтпақшы, менің сумкамды да жасай сал. Жақсы. Осы неге оны өзің жасай алмайсың? Қазір мамам айтып берем, болшы дейсің. Айтпақшы, Аруна бізге жаңадан қыз келеді деп еді ғой, мектепке. Я, келеді. Не істейсің оны? Мәмнан сосын реттеп қоя сал. Негізі мен болдым енді ғана. Я, енді менің пижамамды реттеп қой. Бұл сол емес. Так, сонымен бері кел. Бұл менің тәтем. Я. Бұлай, қазір сен автобуспен өзің барасың. Арунаға такси шақырып қою керек. Барған кезде қарап жүр, біреу тиісіп кетпесін. Жақсы. Үйдің кілтін кетіппін. Сонымен жалпы әр күнім осылай басталады. Сәлем, қаласың? Жақсы. Білесің бе, мектепте біраз өсектер тарап жатыр. Қандай? Енді сен жайлы олар. Мен жайлы кім өсектеп жүр? Кім таратып жүрсе де ақымақ. Я, бірақ ол сені көбі Аяжанмен бірге тұрады дейді. Я, сен расымен Аяжанмен бірге тұрасың ба? Жоқ, қайдағын айтпашы. Мен бірге кімдір осы елет дейсің? Рас қой енді. Жарайды. Сен де сөйтіп ойлайсың ба? Жоқ, ондай емес. Ертеңе. Сенен ондай күткен жоқпын. Жарайды енді. Ағай, сәлеметсіз бе, кірсем бола ма? Я, сен әлгі жаңадан келген қыз емессің ба? Атың Самал. Атым Самал. Я, кел кір. Сәлем, сен жаңадан келген қызсың ба? Иә. Жақсы, бүгінгі сабақтар қарай жалғастырайық. Сенде артық қалам бар ма? Мен ұмытып кеттім. Я, мә ал. Рахмет. Өтірік жақсы болып қалады. Жаңадан келгендердің бәрін өзімен дос болып алады деп ойлайды ғой. Дұрыс айтасың. Сен онымен қалай бірге тұрып жүр деп ойлайтындар түсінбеймін. Солай. Не болса да өйтіп ойлайтындар өте ақымақтар. Расымен де сен туралы қалай ойлауға болады? Соны айтамын ғой. Өздерін кереметпіз деп ойлап қалады ау. Енді қайтесің сондай адамдар? Кеше не болғандарын білесіңдер ма? Так, балалар, жолға тұрмаңдар. Ой, кешіріңіз. Тапсырмасын ешқайсысын оққан жоқпын. Айтпақшы, Али бүгін сабаққа келмеді екен. Білмеймін, мен қайдан білемін? Өзінен сұрасаңшы. Құмаш, қалай сұрайын? Айтпақшы, айтып білесің ба? Мен бағана естіп қалғанмын. Таңертең айтып жатқан, енді олдар шын болса. Мотоциклмен аварияға ұшырапты ғой. Құмаш, жағдай жақсы ма екен? Білмеймін, жеңіл дейді ғой. Өсіп жүреді ғой. Сол, маңызды күні сабаққа келмейді. Не болды, Аруна? Алиді қатты сағым кеттің бе? Қойшы, Аслан. Сен бәрібір түсінбейсің ештеңе. Сен өтпейтін приколдарыңды айтып жүре берсейші. Кім айтты менің әзілдерім, күлкілерімізді? Қойшы. Сәлем.
Сәлем. Асханаларың үлкен екен. Біздің мектепте ондай жоқ. Біздің мектеп кең салынған. Өзің сыныптастарыңды білетін шығарсың. Олармен таныстырып бере аласың ба? Мен енді ешкімді танымаймын әзірге. Жарайды. Олдың аты Мирас. Ол спортшы. Ол қалалық олимпиадаларда көп жеңіске жеткен. Ал бұл ше, ол Дамир. Ол енді сабырлы, сондай адам. Ол сабақты жақсы оқиды. Жалпы достарына көмектесіп қана жүреді ғой. Ол Жаслан. Өзін әзілкешпін деп ойлайды. Бірақ негізі мүлде әзілдері күлкілі емес. Ал бұл Асылжан. Ол негізі ешкіммен араласпайды. Көбінесе жалғыз жүреді. Ал енді бұл Жанна. Ол Арунаның жан құрбысы. Бірақ негізі екеуі бір-бірін пайдаланушы ғана шыққасын. Мен Аруна негізі жақсы білем. Аруна өзінше, сән қой, сондай. Айтпақшы бүгін бір 2-3 бала келген жоқ. Олар үнемі сабақтан қашып жүреді. Сен Аруна жайлы айтпадың ғой? Иә. Енді Аруна өзінше бағанағыдай айтқанындай. Неге оны жақтыртпайсың да? Негізі бір нәрсе айтайын ба? Аруна менімен бірге тұрады. Неге? Сонда сен оның әпкесісің ба? Жоқ, ол менің туысқаным деуге болады ғой. Жақсы. Неге ендеше екеуің бір үйде тұрып араздасып жүрсіңдер? Енді ол өзін кереметпін деп санайды. Үнемі менен анан алып кеш, мынаны алып кеш деп жұмсай береді. Жалпы негізі оның мамасы өте қатал адам. Мені жек көретін адамсың. Ол да мені жұмсай береді. Ол бүкіл үйдегі байлыққа жалпы ие. Сонда сенің ата-анаң жоқ па? Кешір. Жоқ, айта бер. Маған ата-анам жоқ. Анам тастап кеткен, әкем ұшақ апатына ұшыраған. Сосын оны ешкім таппады. Суға түсіп кеткен дейді. Рас па? Енді Арунаның мамасы соны пайдаланады. Яғни менің тәтем. Масқара. Неге оған айтпайсың? Мен бәрібір оған айтып не істеймін? Ол да айтады, 18-ге толасың жақында, содан кейін өзіңмен өзің өмір сүре бересің дейді. Енді дұрыс қой ол. Мектепте бал болайын деп жатыр ма? Солай сияқты. Жыл сайын жасайды ғой, жаңа жылға деп жиналады бәр сол. Басқа не істейді? Әрбір мектептің әдеті ғой. Негізі мен сені бір нәрсе сұрайын деген. Мен осы қалаға да жаңадан көшіп келдім. Сол үшін де сен айтатын шығарсың. Мен енді ауылдан келдім ғой. Қандай университетке түсесің? Қандай мамандық талдайын дейсің? Мен соны мүлде білмеймін. Қандай мамандық талдайтынымды да білмеймін. Қазақ тілі әдебиет таңдай салдым. Енді Қазақстанда тұрғаннан кейін. Мен математикаға қызығам. Маған ұнайды. Саған күшті. Сен неге қызығасың? Мен ештеңеге қызықпаймын. Мен неге сабақтарды қатты ұнатпаймын. Мен бір қосымшаға қатысып жүрмін. Сен дискотекаға келесің ба? Енді келетін шығармын. Үйде отырғаннан бәрібір пайда жоқ. Ұрыс естисің ба? Келсеңші, бірге әңгіме айтайық. Негізі білесің ба, жаңадан келгендердің бәрі менен дос болмайды. Сыныпта да ешкім араласпайды. Аруна жамандап тастаған. Негізі саған өте қиын ғой. Сонымен дискотекаға барасың ғой? Не болды? Енді мен үнемі жалғыз жүретінмін. Жалғыз жүргім келмейді бұл жолы. Жақсы. Сен үшін барам. Бірге дайындалайық па? Бізде тек қана 2-3 күн ғана бар ғой. Жарайды. Қашан болады? Білмеймін, 1 апта бар. Ертерек жай жауап тастайды. Жақсы. Онда ертең ба, бірсі күні ма? Дайындалайық бірге барып. Прическа жасап, анау дегендей. Мен бармайтын шығармын да. Мен осылай бара берем. Неге? Ол жерде көп сыныптар болады дегенде, сонда дайындалмайсың ба? Енді оған мен айта алмаймын. Былай ғой,
тәтем маған қарамайды. Мен өзім кафеде даяшы болып істеймін. Сонда сен өзің жұмыс жасап, өз ақшаңды өзің тауып істейсің ба? Я сол үшін маған сәнденіп, былай жасаудың қажеті жоқ. Жарайды онда. Жақсы. Жақсы, сау бол, мен кеттім. Үлгеруім керек. Тамақ жасауым керек әлі кешке. Жарайды, сау бол. Қалай өмір сүріп жүр? Я, қыздар, сол ғой. Соларда қуат бар ғой. Аруна, сен сонда қайтпайсың ба? Мамаң іздеп қалады ғой. Сенің не шаруаң бар? Жай айтып жатырмын. Мен оның мамасын танимын ше. Қойша, өзі біледі, өз мамасы. Сол үшін деме. Баршы сен, осымен сөйлеспейді. Солға сендер бейшаралармен сөйлесен ба? Жарайды, жақсы. Біттім ба? Тағы тыстарды жуып біткен шығарсың. Былай. Мен қазір жұмыстағылармен кездесуге бара жатырмын. Ал сен тыныш жүр, ұқтың ба? Я. Мен бір нәрсе сұрасам бола ма? Не сұрайсың? Бізде бір аптадан кейін мектепте дискотека болады, жаңа жылға арналған ше. Соған барсам бола ма? Неге оны маған Аруна айтқан жоқ? Саған қалай сенем? Қалайсың, мен Аруна бүгін неғып сонша жай қайтты? Ой, мама, бүгін мүлде менде уақыт болған жоқ. Сабақ қарауым керек қой, білесің. Я, осы жолы грантқа түсіп кетуім мүмкін. Не үшін? Енді мен ұзақ уақыт өзінде жұмыс жасаймын сол жерде дегенде ғой. Айтпақшы, сол жердің грантын саған біреу болсын түседі. Білесің ғой, ең жақсы университетке түсіп кетсең тіпті жақсы. Мама оны оқып дайындалу керек. Одан да ақшамен төлеп оқи берген жақсы емес па? Білмеймін. Бірақ келесі жылы бұл іске аспайды. Айтпақшы, Аяжан, сен тамағыңды үйге барып жей аласың ба, өз бөлмеңе барып? Неге? Енді біз қызым екеуміз жеке отырып сөйлескіміз келеді. Жақсы. Айтпақшы, Аяжан, сен сабақты жақсы оқисың емес па? Қызыма біраз көмектесіп жіберші. Сен не таңдадың ұбт-дан? Қазақ тілі мен әдебиет. Я. Сен соны таңдайсың ғой, басқа не таңдаушы едің? Сені математика таңдасаң, онда қызыма көмектесер едім. Жарайды, бар енді. Я, әрине. Тіпті бір дастарханнан тамақ іше алмайтын жағдайға жеттік қой. Сен естен ести алмайсың, қызметшісің біздің үйде. Оқымайсың, Аруна түседі. Сен университетте оқымайсың. Оқымаймыз оқуыңды да. Әкем қазір болғанда сендерді ұзақ үйден қуып шығатын. Қайдан білсін жұмыс жасап жүргенімді? Бүгін өте нашар күн болды. Үнемі маған бүкіл үнін артып тастайды. Жұмыс жасасаң да жақпайсың. Өз анаң болмағаннан кейін өте ауыр. Мен ертең қосымшаға баруым керек. Оған ақша табу керек. Істеймін, тағы қосымша жұмыс жасайын ба? Жақында 18-ге толамын. Келесі жылы Аяжан 18-ге толады. Осы жыл емес пе? Я, жақында ғой, қаңтарда туған күні болады. Мама, сонда сен оның туған күніне дейін санап жүрсің ба? Не той жасап берейін деп пе едің? Қайдан айтпашы, оның туған күнін істеймін. Ол егерде 18-ге толатын болса, әкесінің бүкіл жұмысы оған қалады. Осы үйді де бәрін өзіне аударады. Қалай сонда? Әкесі арнайы оған жасап кеткен болатын. Ініңіз ғой. Я, інім. Осы оның туралы, әкесі туралы айтып беріңізші. Мақсат. Оның аты Мақсат болатын. Жұмыс саяхатшы болды.
жалпы ол жайлар көпшілік білмеймін, біз көп араласпаймыз. Бірақ біз үйден кетіп қалғаннан кейін 5 жасында Аяжанды бізге тастап кетті. Өзі аварияға ұшырады. Ой, енді не болады ал? 18-ге толса не бопты? Бағанағын жалғастыршы. 18-ге толатын болса, ол бүкіл үйді, біздің қолымыздағы барлық байықты оған береді. Ол алдыңғы жолы 18-ге толмағандықтан біз сонша уақыт бойы ақшаны алдық. Сонда ол 18-ге толғаннан кейін барлығын өзін ала ма? Біз кедей болып қаламыз ба? Я сол үшін де сені грантқа түсірейін деп жатырмын. Не болатынын білмеймін. Мама, неге біз Аяжанмен осы уақытқа дейін жақсы араласпадық енді, оны білсем? Өйткені ол арнайы жазып кеткен жоқ. Мен ойлағанмын енді жазбай кететін шығар деп. Бірақ әкесі арнайы қағазға жазып кетіпті. Енді не болады? Бүкілін әкесінің жолын толықтай жалғай ма? Бірақ ол әкесінің банк басқарушысы екенін білмейді ғой. Я, білмейді. Бірақ бәрібір 18-ге толғанда телефонына келеді емес па? Әлде өздері де тіпті келуі мүмкін. Ойбай, енді не болады ал? Білмеймін. Қайдан ғана сол хатты жазып кете қалды? Тірі болса да қызына беретін еді ғой бәрібір. Енді жалғыз қызы сол. Не істейді басқа? Болды, ол үшін басыңды ауыртпа. Тез шайды ішті. Сабақ қара бол. Тоф, мама, көңіл күйім мүлде жоқ болып кетті не. Бір түсінбейтінім, сонша уақыт бойы сонда неге Аяжан өзінің әкесінің банк қызметкері екенін білген жоқ. Банк қызметкері емес, бастық болған. Былай ғой, мен оған айтқам. Ол мені сұрады ғой өзі келіп. Бірақ мен оған айтқам. Әкең жай қызметкер болған, банкта жұмыс жасаған. Бірақ ол барлық байлықты маған берген деп. Мама, соны сен өтірік айтып жүрсің ба? Енді ол білмесе болды емес па? Жынсың ба сен? Сонша ақымақ болуға болады ма? Қызметкерлер айтады, 18-ге толдың. Енді әкеңнің жолын жалғайсың. Банк өзің басқарасың дейді. Отырасың сосын. Біз кедей боламыз. Туф, мама, қайғайдағын айтпашы. Мен не істеуге болады? Білмеймін. Басқа мал жоқ. Ертең айту жақсы күн болсашы. Үнемі істеп жүре берем ба енді? Болашағыма қарай ойласам, қорқынышты болып бара жатыр. Ақшасыз қалам ба?